Бұл жер қазіргі таңда Атшалмандар мекеніне айналып отыр. Үрейі ұшқан тұрғындардың айтуына қарағанда, олар тіпті күл қоқысты қойып, үйлер мен балабақшаларға да жеткен көрінеді. Ескерсек, Атшалман істеген жағдайда әртүрлі инфекциялық ауруларға шалдықтырады және арты өлімге апарып соғуы мүмкін. Қынжылтатыны ешқандай алдын алу шараларының жүргізілмей жатқандығы. Түрлі індет таратушылар қатарына жататын кеміргіштердің ешкімнен, еш нәрседен сескенетін түрі жоқ. Тұрғындар осы маңда ойнап жүрген балаларына зияны тие ме деп қауіптенеді. Тіпті үлкендердің өзі қоқыс маңына жолауға қорқады екен. Дер кезінде еш шара қолданылмағандықтан Атшалмандар бар маңайды жаулап алған. Қоқыс маңында індер де бар. Амалы таусылған жергілікті халық енді үйімізден көшіп кетуден басқа амалымыз қалмады деп шырылдауда. Криса деген естің алдында, подъездің алдында ішінде прямо шауып жүр. Кіріп шыққанда Криса деген кіріп жорғалап жүреді. Содан кейін мына жерде балалар садикте негізі зиян сания. Қолдарын істеп аламашы, шөптің арасында бала деген ойнайды ғой мына жер беседка. Ана жерде крисалар шауып жүр, кіріп шығып жүр. Мына арықтың бары криса толып жүр. Азанда кіріп шығамыз, баламызды апарамыз, криса шауып жүретін жерде, арықтың ішінде. Еске салсақ, облысымызда наурыз-сәуір аралығында тендер ойнатылып 16 миллион теңге қаржы бөлінген. Оның 10 миллион теңге қаражатын халықтық денсаулық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі санитарлық шараларды жүргізу үшін жеңіп алған. Қаражаттың 6,5 миллион теңгесі бірінші маусымдық тазалау шараларына жұмсалды. Дәл осындай шара әлде 2 рет жүргізілетін көрінеді. Таңғаларлығы, әкімдік жанынан құрылған арнайы комиссияның залалсыздандыру жұмыстары дұрыс жүргізілді деп қабылдап алған. Тендердің ережесіне сәйкес жертөлелер мен арықтарды ғана дәрілейтін мекеме біз балабақша мен қоқыстарға жауапты емеспіз деп ат-тонын ала қашты. При проведении, например, подвальных Атшалмандарға қарсы жертөлелер мен арықтарды залалсыздандырып шықтық. Ал күл қоқыс контейнерлеріне Жасыл ел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. ведомственный Жасыл Тараз. Тиісті мекемеден осындай жауап алған біз қоқыстарды тазалауға жауапты Жасыл ел Тараз мекемесіне бардық. Мұндағылар болса тазалық сақшыларымен залалсыздандыру жүргізгенбіз. Онда қоқыс маңын мекен еткен Атшалмандарды көрген емеспіз деп ақталды. Жасыл ел Тараз мекемесі қаладағы қоқыс алаңдарын күл қоқысын шығарумен айналысады. Бүгінгі таңда бізде барлық мөлтек аудан қамтылған. Атшалман мәселесіне келетін болсақ, екінші мөлтек ауданы нөмір 10 садиктің балабақша жанындағы қоқыс алаңына шыққан. Оны санитарлық бірлесе тез арада залалсыздандырылды. Осылайша жауапты мамандар мәселенің шешімін бір-біріне сілтеп отыр. Ал бюджет бүйірінен қомақты қаржы бөлінгендігін ескерсек, нәтижесіз тірлікті көріп, қазына қаражаты желге ұшқандығын көруге болады. Енді сала мамандары ұзын арқан кең тұсауға салып жүргенде, Атшалмандар алаңсыз көрші аудандарды иемденіп күннен күнге көбеюде. Ал түсірілім тобын шара қолданамыз деп шығарып салған жауапты мамандардың тірлікті тиянақтауы біздің назарымызда болмақ. Дина Али, Арман Сабыр, 7-7 Ньюс.